Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін 2 тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды талдап өтетін боламыз. Атомдар, молекулалар, заттар бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ. Берілген элементтерді металл және бейметаллға жіктеңіз. Қазақша әріптерді оқымай қалыпты, ештеңе кетпейді. Сіздерге берілген элементтер алдын ала металлға және бейметаллға бөліп қойдық. Металлға бізге калий, литий, алюминий кіреді, ал қалғанның барлығы бейметалл болып тұр. Оның көбісі газ болып келеді. Сіздерге литий элементінің атом құрылысы берілген, осы атомның бөлшектерін атаңыз. Құрамындағы бөлшектерді атаңыз. Суретте берілген бойынша көк шар, қызыл және ақ шарлар не екенін анықтау керек. Өзінің орбитасында айналып жүрген көк шарлар бұл электрон, қызыл шарлар бұл нейтрон, ал ақ шарлар бұл протон. Кез келген атом протон, нейтрон, электроннан тұратын алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Келесі сұрақ. Атомның қарапайым бөлшектері бойынша кестені толтырыңыз. Сізге берілген көміртек, оттек, хлор. Оның атомдық массасы, протон саны, нейтрон саны анықтаймыз. Сіздерге керек болатын Менделеев кестесін ашып, қарап отырып, көміртекті табамыз. Реттік номерін қараймыз, атомдық массасын қараймыз. Атомдық массасы 13-ге тең болады, а протон саны 6, нейтрон саны 7 болады. Дәл солай оттек, оның атомдық массасы 18-ге тең болады, протон саны 8-ге, нейтрон саны 10-ға тең болады. Хлор 37, атомдық массасы 37, 36,5 болады. Негізі таза. Протон саны 17, нейтрон саны 20. Протон саны біз реттік номерге қарап анықтаймыз. Түсінікті, осының барлығын кестені алып отырып, тез арада шешіп алуға болады. Төртінші сұрақ. Изотоптардың қасиеттерін алғаш рет 20-шы ғасырдың басында анықтаған және осы изотоп терминіне анықтама беріңіз. Изотоп дегеніміз бұл ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі бір элемент түр өзгерісі. Түсінікті, бір элементтің неше түрлі түр өзгерісі болады. Оның ядро заряды бірдей болу керек, міндетті түрде. Ал атомдық массасы әрқайсысының әртүрлі болады. Мысал ретінде кез келген екі элемент изотоптарына мысал келтіріңіз. Мысал ретінде хлорды алайық. Бұл жерде бізде атомдық массасы бірінші хлорда 37, екінші хлорда 35 болып келеді. Ядро заряды бірдей, осы бізде изотоп болып аталынады. Бұндай бізде жаңағы сутекте де бар. Ол жерде 1, 2, 3 болып, 3 түрі болады изотоптың. Жаңа сутектің 3 изотопы болады. Түсінікті, осымен бізде бүгінгі 4 сұрақты талдап шықтық. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз қалып қалса, міндетті түрде комментарийға жазып, сұрап кетулеріңізге болады. Жауабын міндетті түрде қалдыратын боламын. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы, мен Әлбек қызы. Қош, сау болыңыздар.